Сәлем достар. Сіздермен тағы да перизат. Мен бүгінгі видеода Токаваканың 3-ші құпиясын сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Біз ең бірінші мынау құс тұрған домға кіреміз, яғни үйге. Ең асты қабатына кіреміз. Ең бірінші ең асты қабатына кірдік. Осы жердегі ілініп тұрған жасыл картинканы аламыз. Сосын арыстанды басып, қызыл кнопка шығады. Соны басамыз. Осы жердегі бір адамның сурет шығады. Сосын мынаны ашып, осы жердегі ақпаратты өзімізбен бірге алып жүреміз. Бұл бізге кәсіпкерлік болып қалады. Екінші қабатқа көтерілеміз. Екінші қабатқа көтерілдік. Біз мына жердегі екі картинканы алып, мына жердегі орындарға қоямыз. Енді ең соңғы картинканы іздейміз. Ол картинка мына жерде. Яғни бұл сандықтан шықты, қара сандықта. Өзімізбен бірге мына парақты алып жүреміз. Картинканы қоямыз. Барлық картинканы орнына қойып шыққан соң мынандай жер ашылады. Осы жердегі құрылғыны басамыз. Және де мына парақтарды ашып, дәл осындайғы кнопкаларды басып істеп шығамыз. Сосын бізде осындай қызыл кнопка шығады. Соны басып, мына затты зерттейміз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай зерттеліп жатыр. Осылай шығады. Және қалаған адамымызды алып, бұны бетіне кигізіп көреміз. Осылай жап-жасыл болып айналып кетеді. Сосын осы жерден бір қалаған адамды алып, оны тексеріп көреміз. Бұның қолдан бәрі жап-жасыл болып кетеді. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.